Біз бүгін жаз мезгілінде күннің ыстығында ішуге таптырмас салқын көже дайындайтын боламыз. Сары жүгеріден 100 грамм тартып аламыз. Крандағы сумен 3 қайтара жүгеріні жақсылап жуып, тазалап аламыз. Кастрөлкеге 1,5 литр таза фильтрленген суымызға жүгерімізді салып, қайнатамыз. Осы аралықта 100 грамм бидайымызды өлшеп алып, 3 қайтара жақсылап тазалап жуамыз. Бидайымыз тазалап жуып болды. Енді ыстық су құйып 1 сағатқа қойып қоямыз. Жүгеріміз қайнады. Астын басып 1 сағат жай отта қайнатамыз. Жүгері 1 сағат қайнады. Енді 1 ас қасық тұзымызды саламыз. Және бидайымызды қосып, тағы 1 сағатқа қайнатамыз. Бидай мен жүгеріміз 1 сағат қайнады. Енді астын өшіріп 3 сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Дайындаған көжеміз суыды. Енді ыдысымызға құйып, үстінен 150 мг айран қосып, араластырамыз. Салқын көжеміз дайын болды. Дәмі керемет шықты. Жасап көріңіздер.